7 наурыз күні Алматы қаласында әуежайда қолына пышақ ұстаған 67 жастағы ер адам аэропортта жұмыс істейтін қыздың өміріне қауіп төндірді. Мұса Абдраимов батырымыз сол жауызға төтеп беріп, Аллаға шүкір, бәрі де жақсы аяқталды. Кезінде Алматы қаламыз махаббат қаласы еді. Қазір не болып кетті өзі? Адамдар екіге бөлінді. Біреулер бұл шынымен болған оқиға деп жатса, біреулер бұны өтірік, жай әшейін кино, көзбояушылық деп айтады. Оның шынымен қалай болғандығын білу үшін мен Мұса ағамызға барып сұхбат алдым. Жалпы басынан айта кетсеңіз, қалай болды, о жерге қалай тап болдыңыз? Сол күні таңертеңгі 10-нан аса шамасында мен Қостанайға ұшатын уақыт болған. Жаңағы жігіттер тобының соң концерттері Қостанайда. Сол кезде шығарып салып, бір как раз регистрация жабылып ертер ойбай тез деп регистрацияны жасап өткізіп, ол жіберіп, сол бер жағында тұрғам, зал жақта. Ойбай жан айқай шықты бір қыздың. Қанша этаж ба? Екінші этаж, зона вылета ғой, зона вылета. Соның кейін мен де жаным қалмады. Елдің бәрі жүгіріп, милициялар жүгіріп барады. Мен де жүгіріп бара қойдым. Сырттан қарасам бір әйелдер қалып қалады ғой өз неден. Сол кезде жібермей қояды. Содан осы қалып әйел мен әйел шашынан жармасып қырылысып жатыр екен деп ойлап қалдым, деп. Сөйтіп жақындай бара көрсем, жаңағындай қолында пышағы бар. Мен осындай мен жарам қазір 3 килограмм типа жарылғыш затым бар менің деп, взрывчатка деп. Кәдімгі кнопканы бассам, телефон бір бассам болды деп, жарылады мына жер деп. Одан жаңа милиция балалар жақындайын деп қояды, жаңа аға қойыңыз деп жаңа. Жақындайын десе ол одан бетер жаңағы пышағын алып неғымақшы. Ал қыз ұстап алған оны? Қызды шашын ұстап тұр, еңкейтіп алып. Сол кезде уже қыздың да несі таусылды деймін жаңағы анау. Нерві қалтырап, дірілдеп, истерика жасап, жаңағы бейт қолын байқадым, қол бейт кетіп баратыр. Ол қыз үйткен сайын ана ер жігіт жаңағы кісі пышақтап жаңағы қайта ала жүгіреді пышағын. Қорқытып жатыр ма? Иә. Сосын ана милиция бала аға қойыңыз, ана мынау жіберіңіз қызды десе, не жібергенде бұның орнына сен тұрмақшын ба, кемекшін ба деп жаңа милицияға айтады. Соны естіп алдыңыз. Иә. Ол ойладым, ол бәлен жақындаса одан бетін ағылайын деп тұр. Содан кейін милиция балаларға айттым, артқа тұрыңыз, артқа тұр дедім. Содан кейін айттым, мен өзім сөйлесем, артқа тұр дедім. Мен де айттым, ағатай жіберіңіз, ертең бәле болады ғой, ертең бұның қылмысы жаман деген жақты қылып. Не, сен жігітсің ба, сен кемекшін ба бұның орнына деді. Мен айттым, конечно барамын, мен алыңыз кепілдікке дедім. Сөйтіп жаңағындай қызды жіберген кезде бір жүрегімнен бір ауыр тас түскендей болды да, бір жеңілдік пайда болды. Жаңа оған дейін бір арты қандай болады, не болады, бір грамм ойланбап. Жаңағындай қолына шап беріп ұстағанда денем түршігіп кетті. Қатты соғын қолыңыздан кәдімгі? Соғында қалсақ, елдер сенбейтін кино ғой мынау қарар. Синяк болып тұр ғой. Қол деген жаңағы крепкий мужик екен, сөйтсем ол жаңағы вообще афганец сондай аты кісі екен ол. Кезінде адам өлтірген дей ма, бірдеме деп. Сондай бүгін ақпарат, бүгін естіп жатырмын оны. Содан амал жоқ. Басқа бір неге түскенім сезіндім де, денем түршігіп, оны қорыққанын білдіртпей жаңағындай ары бер, жаңағы қолына жаңағылар сөйлеп бүйт қой, бейтіндер бар, ар тұрыңдар қазір, аға, неғым қорқ ешкім неғымайды деп. Сөй жаңағы қолына ұстап тұр, жаңағы қолынан отвлекать етіп, жаңағы бейтін оң қолмен бейтіп, жаңағы кішкене моргайды, жаңағы сілтеме жасап, көзіне қарап жаңағы бір анау милиция бейтсе жарам қазір бәріңді взрывчаткам бар деп телефонын ұстап, пышағы қолында ғой, соны бейтеді. Телефон тұрған қолында? Телефонмен бірге пышақ тұр. Сол кезде көзім түсіп тұрғанда, қолым босаған бейтіп. Қолым бейткен кезде пышақ босайды ғой. Ойыма сол келді. Басқа амал жоқ, басқа атқа кететін жағдай жоқ. Лишний бірдеме қылсам, оны ойлап қойым, жаңағы қолын қайтарып тұр, бір ескі жерге ұрам ба, үлгере алмай қалсам маған тығады. Или құлаған кезде өзіне кіріп кете ма деген сияқты ой келді. Ертең бәлеге мен қалам ба деп, екі ортада. Оны да ойладым. Жаңағы момент бір азын-аулақ уақыт қойса, бір минут па, 2 минут па білмеймін сол. Соның арасында жаңағына қолым босаған уақытысын көрдім, кнопканы басамын да қорқытып жатыр, екі көздері мыняқта, екі көзі ана кісінің мыняқта алдындағы адамдарда. Беткен кезде сол қолы босаған моментті қарап тұрдым, көзім жалтақ қарап. И сонымен пышақты қалай аламын? Бұлай алсам қолымды кеседі.
жаңағы әйтеуір білмеймін, сол әрекетім тура іске асты да, ұстағанда да былай ұстаған жоқ пышақты, былай ұстадым мен. Қыр астында қалды да, былай саусақпен қысқан кезде қатты қысылады уже. Қысқан момент жұлып лақтырдым. Ары қарай сол уже маған қарай шабуыл жасаған, артқа қарай бір шегініп қайтып жағадан ұстап не қылатын кезде уже жан жақтан білінді да, уже сол кезде бәрі жерге жығып, сосын ой жаңағы анау өз жағында жаңағы жарылғыс бар бірдеме деп жатыр еді ғой деп, сот кісі түсті қолынан, ол қорқып тұрған жоқ. И пришло жаңағы анау ойладым мен, басқа не, былай аша алмайсың, қолын ашу керек, өзек шешуін арқасынан басып, мойнынан басып тұрып, өзектің бәрін жұлып алдым да, былай жерге тастадым былай. Сол моментте оны кім екенін, қандай адам екенін, қалай мен оған бардым, бірақ енді ана қыздың шыдылап жатқанын жаныма дейді да. Оның орнында басқа менің де қызым болуы мүмкін, басқаның қызы болуы мүмкін. Сол сияқты ана кішкентай қаршағадай қыз екен, көп кішкентай бойы да, денесі де. Сумкасында бір жарылғыш зат болды ма? Негізі түбінде ештеңе болмаған. Жаңағы қорқытқан несі ғой өзінің, ой іске асырмақ болған. Олар сонда неменеге келіспеген, не үшін басталды ол нәрсе? Ол былай ғой, жаңағы жүрген, кірген, енді досмотрдан өткен кезде сен ұшатын болсаң, удостоверениеңді пассажир талон көрсетесің ғой. Иә. Ана бүйтіп кіріп барған, аға қайда барасыз, документті көрсетіңіз бірдеме деген. Соған боламын. Сен не деп тұрсың дегенде шашынан шап беріп ұстап, сразу пышағын алып, қазір жарам деп сондай сразу на месте. Бірден. Сол пышақпен кіріп бара жатырмыз сонда аэропортқа? Пышақ қалтасында болған ғой. Ешкім көрмейді, білмейді. Ол досмотрдан өткізбейді ғой. Жоқ, досмотрдан өткен жоқ қой, ол досмотрдың бер жағында. Енді бірақ билеті бар болып, әрмен қарай өтсе де пышақты өткізбейді ғой? Өткізбейді ғой, бірақ ол билеті жоқ, ұшатын билеті жоқ. Билеті де жоқ. Билеті де жоқ. Ол әшін өзі сол бір сондай. Мүмкін, может, самолетқа барам деп ойлаған ба? Сондай ма, может, барып, самолет жағы өтіп барып, самолетке барып, может, сондай болған шығар. Қазір енді ойланып отырмын ғой, может, анадан өтіп, досмотрдан ары қарай кіріп, самолетке барып, самолет жарым деді ма, может. Сондай мағынамен да, бірақ примерно айтып отқаным ғой. Бірақ не ой болған дым хабарсызбын. Ол жерде еркектер көп болды ма басыңызда? Еркегінде бүткіл аэропорт жиналып қалды ғой жерде. Енді самый ближе мен болдым да, жақындап кішкене сөзге тартып, сол қызды құтқарсам екен деген сияқты бір өзімде бір сондай бір не болды да. Мен видеосын көрдім да, аға деп жатыр да, біздің қазақтың кішіпейілдігі деймін да, қандай жаман адам болып көрініп тұрса да, қазақтар кішірейіп аға қойыңызшы деп айтқаны кәдімгідей. Амал жоққа қайтесің ол кезде. Ол ішпеген, сау болды? Ішпеген, сап-сау, сол афганец дейм ма, бүгін естіп жатырмын ғой, бывший афганец кезінде бір сол адам өліміне қатысы бар бірдеме сондай жағдайлар болған дейді ғой. Ол автобуста бір әйелді ұрды деген рас па? Ол да неде видеодан шығып жатыр ғой, тиктокта. Именно бір жыл бұрын осындай болған, типа бір жылға сотталған, енді жаңағы условный ретінде шыққан ба, сондай бірдеме ертерек. На самом деле кім екенін, оның қаяқты адам, бірақ түбі сол үшінші жақтың кісісі дейді, өкір жігіт. Сол, значит, кішкене жаңағы афганец дегенде қарағанда, значит, көктемде, күзде бір ауруы бар да, значит, оны қайдан білейік. Мен амалым тек қана сол қызды құтқарып алсам деген. Бәрі біткеннен кейін қандай сезімде болды? Біткеннен кейін, конечно, бір жеңілденіп, бір жүрегім бір өзім жүрегім бір риза болып өз-өзіне сондай неде болдым. Бірақ енді аяқ асты жан жақтан камералар, өмір ондай нәрсені көрмеген, сөйлеп көрмеген. Енді старался спокойствие етіп, өз-өзін ұстап, әйтеуір жаңағы кішкене еніп жеткеннен кейін ба, кейін артынан қарасам көзім жыпылықтап қайта-қайта, біресе мына камера қарап, біресе мынаған қарап, жаңағыдай артынан күліп жатырмын ғой енді. Бірақ кейінгі бір осы бір-екі күндік сезімде жүректің бір қуанышы бар да, неужели осылай бір жақсы бір амалсыз едім деген сияқты. Аман қалдым деп. Аман қалдым, үйті ана қызды алып қалдым деген сияқты аманға. Ертең күні анау қыз өліп кетсе бәле ғой. Жоқ, сіздің әрекетіңіз деймін да, мысалға, ешкімге зияны әрекетіңізден ешкімге зиян тимеген. Ана қызға да зиян ешкім зардап шеккен жоқ. Өзіңіздің қолыңызға да, мысалға, өзіңізге де ана жаңағы ана кісіге де ешқандай ешқандай қатты тиген жоқ, ұрған жоқпыз, оны нағаған жоқпыз, тек қана жаңағыдай жығып алумен, әрекетмен жатқыздық. Солай. Ол исход әртүрлі болуы мүмкін ғой негізі. Ол мен де ойладым ғой, былай бүйтсем бола ма, былай бүйтсем тағы өзіне кіріп кетіп өліп қалса, ертең мен кінәлі болып шығам ба? Ол мысалы біреулер ең барады өрге барып деген сияқты. Оны айтып шығарса алады ғой мысалы өкіметтен.
біреулер ойлайды ғой, бір ұра салмады ма деп қолмен. Ұра Ол салатын. тие ме, тимей ме? Ол жерде мысалға қателесуге мүмкіндік жоқ қой ол жерде. Жоқ, ол момент Бірақ просто. движение ғой. Бірақ движение. Сол қолыңызбен алып алдыңыз ғой пышақты. Иә. 1 секунд кешіксең болды ғой. Ол саған тығып үлгереді. Иә. Бірінші менің мақсатым сол қолындағы пышағын алу керек болды. Бәрі біткеннен кейін біздің полициялар сізге не деді? Не дегенде не дейді? Ол жерде тұрған халық не істеді? Шапалақ ұрды ма, не істеді? Шапалақ ұрған, енді ол кезде шапалақ ұруға да шамасы келген жоқ шығар. Шоке болып тұрды ма? Иә, бәрі шоке. Олардың да бір қуанғандай бір несін сезіндім. Точно пышағын алып тастағаннан кейін ше. Типа бір молодец деген сияқты бәрі бір энергия келеді ғой адамға. Сондай моментті сезіндім. Видеогілер қалай балаларыңыз? Видеоға шошып, одан жаңағы артынан бәрін анығын бәрін түсінгеннен кейін риза болып, бала шағам да қуанып жатыр менің әкем деп. Батыр әкем. Иә, Батыр әкем деп мектептерінде мақтанып, өз несіне парақшасына салып қуанып жатыр да. Дедім мен осындай енді бір Аллах тағаланың мен итеріп барып тұрған нәрсе шығар сол, осы көмек қыласың сен деп. Иә. Мысалы, менде бір кішігірім болмайды, бір ашып кетсе, я қыз кетеді, или мен өзім кетемін мысалы да, жерде. Анау по-любому отырады ғой. Ол по-любому отырғанда ол кімге керегі бар оны? Көріп жатырмын, тоже естіп жатырмын жігіттерден. Сіз Досаевқа бардыңыз, одан кейін Жан-Клод Ван Даммен сөйлесіп жатырсыз. Иә, мынау қандай марапат алдыңыз, қандай алғыс алдыңыз? Енді шыны керек, билік бұны марапат беру керек деп ойлаймын, жоқ дегенде. Хотя бір атыңызды шығарып, сондай бір нәрсе жасау керек та. Өйткені ол кәдімгідей ерлік қой. Енді ол марапат өкімет тарапынан жаңағы Қасым-Жомарт Кемелұлы президентіміздің жарлығымен мынау Алматы қаласындағы әкім мырза Досаев сол кісінің марапатын алдым, ерлік үшін деген. Жаңағы куәлігін алдым, азын-аулақ 1 миллион теңге берді, рахметін. Сүлейман фамилиясын ұмытып тұрмын, сол кісі бокс федерациясының президенті екен. Қазақстанда? Бүткіл мировой. Иә. Қазақстандық па? Жоқ, шетелдегі. Сол кісіге жанындағы бала звондап, амандасып, қолында жаңағы осындай бір белге тағатын белбеудің қолға тағатыны бар екен. Амбассадордың. Соны тағып, сосын жаңағы Сүлейман мырзаға звондап, прямой. Екеуі английский сөйлесіп, ол ана Мұса, молодец. Сонымен рахметін айтып, твой поступок, героизм, это типа сравнение чемпионов. Можно гордиться тобой деп неғып жатыр да. Ана орысшасын аударып түсіп, маған түсіндіріп беріп жатыр ғой. Ол қуанып жаңағындай, молодец деп. Сен тірлігің мына өте жақсы деп. Ертеңгі күн жаңағына бір бой болатын болса, жаңағы Абу-Дабиге өзіміз алып барып, өзіміз алып келеміз. Кіру тегін бәрі жерден елдің алдында жаңағы чемпиондардың арасында сол амбассадордың белбеуін тағамыз деп. Енді иншалла Құда қаласа болып жатса нұр үстіне нұр ғой. Дұрыс па? Жан-Клод Ван Дам қалай? Енді Жан-Клод Ван Дам болса, оны сөйлесіп болғаннан кейін жаңағы кісі жанындағы Жан-Клод Ван Дамға прямой звондап видеомен. Вот, который... Сонда Жан-Клод Ван Дам видеоңызды көрген болып тұр ғой, Иә, оды көріп отыр ғой, көрген ғой. Сөйтіп анаған звондап, вот он, Муса Абдраим, который герой деп видеомен сөйлесіп, көрсетіп, жаңа амандасып, молодец деп былай деп көрсетіп неғып жатыр да, риза болып. Оған да бұны айдалада шетелде Америкада жүргендер құттықтап жатыр да. А бізде миы жоқ, есалаңдар, бұл кино, бұл өтірік, елдің ойын назарын аудару үшін осындай не жасап жатқан дүние бұл деп. Бұл өмірде не дейді жаңа, тіліңе абай бол, ие бол. Ол өсек айту ең бұл недегі жаман нәрсе өсек. Толықтай жағдайды білмей, иә? Иә, білмей ол. Оларға не керек? Хайп керек, жазады. Біреу оларға жаңа жаман сөз сен бүйтіп айттың, бүйтіп жазасын деп осып жатса, оған плюс көріне ме, о жағын білмедім мен. Мен мысалы телефонды қарағанда жоқпын. Кім не жазып жатыр, кім не айтып жатыр, маған оған дымға керек емес, қызық емес та. Бір Алланың көзі тура, маған сол ғана жетеді. Одан кейін сол қызбен кездестіңіз ба? Иә, ол қызбен сразу ертеңіне барып, үйіне амандасып, әке шешесімен нанауыз түйіп, сразу сөйлеген мамасы сол жаңағы Өскемендегі 90-ға шамасы, 92 деді ме, 93 деді ме, сол жасқа келген әже атасы. Соларға видеомен звондап,
олар маған батасын беріп видео арқылы батасын алып рахметін айтып Риза болды ғой. риза болып. Тұрмыста ма ол қыз? Тұрмыста бір қызы бар екен. Тұрмыста білмедім мен, тұрмыста бар ма жоқ па, бір қыз бар екен көрдім. Қазақтың азаматы кез келген қарагөз қызымыз болсын, бауырымыз болсын, көмектесу керек деп өзім ойлаймын. Өміріңізде жалпы ондай жағдай болды ма? Ондай болған емес, осы бірінші рет. Енді бір Аллах тағаланың жіберіп отқан сынағы шығар. Кез келген адамның, кез келген еркектің қолынан келмейді. Білмеймін, ешқандай сезім болған жоқ. Қорқыныш бәрі біткеннен кейін болған шығар, мә не істедім деп. Сезім болған жоқ. Маған жаңағы ұстаған кезде сәл бір деген қорқыныш болды. Қалай істесем, бір амалын жасамасам, бұл мені қазір по-любому жағында өлтіреді, бір бәле қылады. Оның өзінде бір өлмесем де бір әрекет жасап, бір әйтеуір навык бар ғой спорттан. Сол жағынан, мысалы, кезінде елуханда қаншама заниматься еттім, кикбокстан, тайбокстан жаңа, әйтеуір кішігірім фундамент бар ғой, бір мида қалады ғой деген. Сол кезде айтатын мысалы жарыстарда, өзіңді күйдіріп алма, беріліп қойма, ойыңды неғып сындырып қойма, күйіп кетпе деп. Сол сияқтан ұсталған кезде білдім да уже. Артқа уже жоқ, жол жоқ, иә. Сол себепті жаңағындай ой менен былай, как будто басымдағы, миымдағы жаңағы ленталар жаңағы бір 10 секунд па, 15 секунд қой болған сөзде мысалы. Соның өзінде айландырып, барлық нәрсені қалай істеп, қалай қою екен бәрін жаңағы компьютерге жазылғандай болды да өзіме. Бірақ түбі осы аман есен қызымыз неғағанда өте қуаныштымын. Жүрегім бір қуанғанда бір сезім, басқаша қуаныш болды. Бүгінгі күннің батыры сіз. Осындай нәрсені біздің кішкентай ұрпақтарға үлгі болатындай адамсыз ғой. Негізі ондай нәрсені мектепте көрсету керек. Өйткені қазіргі өсіп келе жатқан балаларымыз батыр болу керек та сіз сияқты. Кез келген азамат қазақ деген атың бар ғой. Соған сай кез келген жерде әйел баласы болсын, үлкен кісі, шал кемпір болсын, құрмет көрсету керек. Ана мысалы автобуста отырады жас бала, орын берсе, бермеймін мен. Мен саған не, типа обязан ба? Қазақилық кетіп баратыр, ол қазақилықтан кетіп баратыр ғой. Астанаға жүрейін деп жатсыз. Құдай қаласа тоже бір телевидениеге шақырып жатыр, жаңа қызым екеумізді. Алла қаласа ертең хабар береді, қай уақытта не қыламыз, қалай қылады. Соның бәрін неғыса, жол тартып, хабар сұхбатымызды беріп қайтамыз. Бәрі жақсы бітті, иә, бірақ егер ана жерде біреу қаза болып жан беріп кетсе, ол мысалға осы жердегі полициямызға, аэропорттың атына қандай жаман ат келетін еді, иә? Оның несі бөлек қой, ол ертең қайда болдыңдар, не істеп жүрдіңдер? Иә, бізде Қазақстанда обязательно бірдеме бір жағдай болғаннан кейін, одан кейін заң шығарады, одан кейін жасайды ғой мысалға, иә? Сол. Енді сізде мысалға Досаев шақырды, одан басқа қаламыздың ағалары, бизнесмендері, ешқандай бір үлкен кісілер тым болмаса звондап, басқа бір қолдау, бір сый-сияпат деген болмады ма? Ондай әркімнің өзінің пейіліне берсін. Мен олардан сұрап тұрған жоқпын, ешкімнен ештеңе күтіп отқан жоқпын. Ең бастысы ана қыз аман қалды. Ең бастысы қызымыз аман. Біз Шымкент кісі ғой. Иә, Шымкент. Иә, осы кісіні бәрі танысын ағайын. Мінекей бүгінгі күннің батыры Мұса Абдраимов. Біздің қазағымызды шетел мойындайды. Ал біз не дейміз ағайын? Бұл нәрсе шынымен болғанына көзіңіз жетті ме? Өз ойларыңызды осы видеоның астына жазып кетіңіздер. Және де менің өз ойым Мұсадай батыр ағаларымызға мақтауда, марапаттауда бәрі де жарасады. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын.